Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін біз тыква қосылған пирог жасайтын боламыз. Ол үшін бізге керек заттар: ұн, қант, қаймақ, қопсытқыш, бір жұмыртқа және де сары май. Мен қолдың сары майын қолдандым. Егер де дүкендегі сары майды қолданам десеңіздер, қатты айырмашылығы жоқ екеуінің. Мінекей осылай ұнымызды салып алып ыдысқа, үстіне жібіген майды саламыз. Осылай ұн мен майды жайлап араластырамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, яғни өзіміздің песочный тестімізді жасаймыз. Мінекей осындай болып шықты, яғни қолға жабыспайды және де бір-біріне жабыстырған кезде бірақ олар бірігуі керек. Үстіне қант пен қопсытқышты саламыз. Ендігі кезекте қаймақпен бір жұмыртқаны үстіне салып, осы қамырымызды араластырамыз. Мінекей осындай қамыр шықты бізде. Енді осыны целлофанға салып, жарты сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Тыквамызды тазалап аламыз. Тезірек пісу үшін кішкентай бөліктерге бөліп аламыз. Содан соң піскенше осылай қайнатамыз. Қамырымыз қатайды, енді осыны алып, оқтаумен жайып аламыз. Егер де қамырымыз оқтауға жабысып жатса, үстіне ұн сеуіп жібереміз. Формамыздың диаметрі 21-22 болғаны дұрыс. Жан-жақтарын осылай басып, жоғарырақ көтеріп жібереміз. Көтеріліп кетпес үшін үстін вилкамен тесіп шығамыз. Содан соң үстіне пергамент қойып, ішіне кез келген крупаны саламыз. 180 градуста 20 минуттай пісіреміз. Енді салмасын жасаймыз. Ол үшін тыкваны бір езіп аламыз. Блендермен езсеңіздер ұсақ болып шығады. Мен жай ғана осындай езбемен езіп алдым. Ішіне салатындардың барлығын салып алып, араластырып аламыз. Дайын болған салманы жаңағы тестіміздің үстіне құямыз.
градуста 50 минуттай пісіріп аламыз. Салқындатып үлгермей кесіп жатырмыз. Кескен кезде кішкене әдемі емес болып шығуы мүмкін, бірақ егерде сіз тоңазытқышқа біраз уақытқа қойып сосын барып жесеңіз, онда бір-біріне бірігіп әдемі болып шығады. Пирогымыз өте жұмсақ, дәмді әрі тез дайындалады. Сіздер де пісіріп көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.